Сәлем достар, баршаңызға қал жағдайларыңыз қалай? Бүгін сіздерге вовлеченность цель арқылы реклама жіберуді көрсетемін. Яғни WhatsApp-қа клиент алып келу. Тікелей вовлеченность деген цель арқылы жіберсеңіздер, переписка, яғни сіздерге WhatsApp-қа адам жазады, міндетті түрде адам жазатын болады. Ол үшін негізі бұл бізде Facebook арқылы жіберіледі, иә? Реклама. Ең бірінші сіздерге айтарым, фейсбуктарыңыз активный болу керек, міндетті түрде. Қазір көпшілігіміз, мысалы, инстаграмды көп қолданғанмен, фейсбукты ешкім қолданбайды, иә. Сол себепті инстаграмды қалай қолданамыз, тура сол сияқты фейсбукты да қолдануларыңыз керек. Сіз реклама жібергіңіз келе ме? Таргетті қосыңыз келе ме? Онда міндетті түрде фейсбук аккаунттарыңыз активный болу керек. Кемі 2 апта, 3 аптаға дейін активный болу керек. Енді рекламамызды жіберіп бастаймыз. Создать деген батырма бар, неке жасыл батырма, осыны басамыз. Мына жерде бізде цельдар бар, иә? 6 цель бар. Бұл узнаваемость деген цель, бұл охват көтеру мақсатында жіберілетін цель. Трафик бұл подписчик жинау мақсатында жібересіздер. Бұнымен реально подписчик жиналады. Вовлеченность міне өзі аты айтып тұрғандай, міне көрсетіліп тұр, иә? Сообщение, телефонның суреті көрсетіліп тұр, иә? Бұл сообщение жазатын. Сізге адамдардың сообщение жазғанын қалайсыз ба? Онда осы вовлеченность цель арқылы жібересіз. Лиды деген цель бұл сайт, белгілі бір сайтыңыз болса, бір вебинарға адамдар жинағыңыз келсе, осы лиды цель арқылы жібересіз. Продвижение приложение деген бұл сіздің егер приложениеңіз болса, мысалы, бар ғой, Анжо деген приложение бар, иә, YouTube, тағы да қандай приложениелер бар, соның ішінен кетіп жататын рекламалар бар ғой, мысалы, Pinterestте де қазір реклама шығаратын болған, иә, сондай приложениелерге жіберетін цель, мақсат. Продажа деген бұл магазиніңіз бар болса, каталог ашып қойып, осы цельмен жіберсеңіз болады. Біз қазір вовлеченность цельмен жібереміз. Негізі, құрметті достар, таргет жіберер кезде ол сіз мақсатты анықтап алуыңыз керек. Мына цель деген мақсат, иә? Қандай мақсатта жібересіз, соны анықтап алуыңыз керек. Егер сіздің подписчиктеріңіз аз, либо подписчиктеріңіз кілкей, жаңағы гифтан келген неживой подписчиктер болса, онда міндетті түрде сіз трафикпен жаңағы рекламаңызды жіберіп, кемі 3 күнге жіберіп, подписчик жинайсыз өзіңізге, живой подписчиктер. Вовлеченность целін таңдадық, продолжить деген батырманы басамыз. Мына жерде міндетті түрде қараңыздар. Вовлеченность создание вручную деген таңдайсыздар. Вручную дегенді таңдаймыз. Біріншімен кетіп қалмасын, иә? Осыны таңдайсыздар. Осылай бізде 3 бөлім ашылады. Мына название компания бұл название компания, группа объявление бөлімі және объявление бөлімі. Осы 3 бөлімді толтырып шығамыз. Мына жерге, мысалы, названиесін жазасыздар. Мысалы, мен 15-04 деп жазам, өйткені шығарған күнімді есімде сақтау үшін. Сіздер кез келген атау жазсаңыздар болады. Келесі, еш нәрсеге тиіспейміз. Мына жерде бюджет компания деген жер бар. Осы жерден бюджет қоямыз. $20 деп тұр. Бұны өшіріп тастаймыз да. $10 деп қоямыз. $10 жоғары жіберсеңіздер, негізі вовлеченность тікелей жаңағы адамдар WhatsApp-қа келетін болғандықтан, көп адам келгенін қаласаңыз, міндетті түрде бюджетті $10 жоғары қойыңыз. Келесі, далее деген батырманы басамыз. Қараңыздар, бірінші бетте тек қана названиесін жазамыз, және бюджетті қоямыз да, далее деген батырманы басамыз. Уже біз мына жерде екінші бөлімге өттік, иә? Новая группа объявлений бөліміне өттік. Осы жерден тоже, мына жерден жазасыздар названиесін. Мысалы, Астана қаласына жіберемін мен, иә? Астана қаласына жіберемін. Жаза салайын осы Астана деп. Мына жерде страница таңдайсыздар. Осы дәмсарайды қала берсін. Міндетті түрде мына жерден мессенджер дегенді өшіріп тастаңыздар, себебі адамдар сіздерге мессенджерге жазбайды. Мына жерде Инстаграм мен WhatsAppты қалдырсаңыздар болады, ал тек қана маған WhatsAppқа жазсын адамдар десеңіздер, онда Инстаграмды да былай өшіріп тастайсыздар. WhatsAppты қалдырамыз тек қана, одан кейін мына жерде бюджет и график деген жер бар. Бұл жерде егер жарнамаңыз қай уақытта басталғанын қалайсыз. Мысалы, 16 апрель емес, 17 апрель күні жүріп бастасын десеңіз, алдын ала 1 күн 2 күн бұрын осындай дата начала
қойып қойсаңыз, онда сізде сол уақытта басталады. Негізі бұны қоюға совет бермеймін. Өйткені біз рекламаны қалаған кезде қосып, қалаған кезде өшіре аламыз, иә. Достар, келесі параметр аудитория деген жер бар. Осы жерден біз аудитория таңдаймыз. Қазақстан деп тұр. Егер бүкіл Қазақстанға болса, осылай Қазақстан деген қалыпта қалады. Егер тек қана бір қала болса, мысалы біз Астанаға жібереміз, иә. Нұр-Сұлтан. Міне, Нұр-Сұлтан, Ақмола регион деп шықты. Осыны таңдаймыз. Нұр-Сұлтан қаласына көрсетіледі. Мына жерде аудитория Advantage деп тұр, иә. Осы жерден переключиться на исходные аудиторию деген таңдайсыздар. Бірінші тұрғанды басамыз, сол кезде бізде аудитория бөлімі толық ашылады. Қараңыздар, толық ашылды. Мына жерден возраст таңдай аламыз. 18-65 деп тұр, иә. Мысалы, бізге керегі 20 жаспен 45 жас аралығы. Және мына жерден пол таңдаймыз. Егер сіздерде женская одежда, мужская одежда болса, тек қана әйел адамдарға көрсету керек болса, женщина деп таңдайсыз, я болмаса мужчина деп таңдайсыз, әлде әйелдерге де, ер адамдарға да көрінсін десеңіздер, все дегенді таңдайсыздар. Мына жерде детальный таргетинг деген бар, иә, төбесінде көрініп тұр. Бұл жерден интерес таңдасаңыздар болады. Мысалы, жасап жатқан қандай неге кәсіпке шығарып жатсыз, егер бір сумка, сондай болса, мысалы, сумка деп таңдасаңыз болады. Сумка іздеп жүргендерге көрінеді, мен женский сумка деген таңдалды. Осы жерден детальный таргетингті тоже таңдасаңыздар болады. Мен қазір таңдамаймын. Язык. Ештеңке істемейміз, ары қарай өтеміз. Енді мына жерде место размещения деген жер бар, иә. Осы жерде былай істегенде көрінбей тұр. Былайнан мишканы кішкене әкелсеңіздер көрінеді. Редактировать деген көрініп тұр, иә. Осы редактировать дегенді басасыздар. Астында міндетті түрде екінші тұрған таңдайсыздар. Выбор место размещения вручную деген таңдайсыздар. Себебі біз бұл жерде кәдімгі таңдаймыз, қандай платформаға жібереміз. Бізге Facebook керек емес, біз Facebookқа жібермейміз. Мынаны да өшіреміз, және мессенджерді де өшіреміз. Біз тек қана рекламамызды Инстаграмға ғана жібереміз. Сол себепті осылай Инстаграмды қалдырып қоямыз. Қойдық. Фейсбуктан тастаймыз. Аха, міне, Инстаграм қалды. Көрдіңіздер ме, достар, осыны басасыздар да, келесі далее дегенді басамыз. Үшінші бөлім ашылды. Үшінші бөлім бізде уже рекламаға жіберетін фотомызды, видеомызды қоятын жер. Мына жерде қараңыздар. Атауын жаз деп тұр, названиесін жаз деп тұр. Қандай сізде атауын жазып қойсаңыздар болады. Мысалы, фото, видео деген сияқты. Фото. Мен қазір фото жіберіп көрсетемін сіздерге. Партнерская реклама деген керек емес. Еш нәрсеге тиіспейсіздер. Ештеңеге тиіспейміз. Аккаунт шығып тұр неге. Және бұл жерде бізде настройки, креатив, рекламные креативы, настроить креатив деп тұр. Осын басасыздар. Изображение, видео деп тұрады. Егер сіз видео жібергіңіз келсе, видео деген таңдайсыз. Изображение, фото жібергіңіз келсе, осы бірінші тұрғанды таңдайсыз. Мен фото жіберемін, осыны таңдаймын. Так. Мысалы, мен таңдай салайын, иә, біреуін. Мына жақтан негізі компьютерден алдын ала сіздер дайындап қоясыздар ғой. Сол загрузить деген бар, міне, загрузить деген батырманы басасыздар да. Компьютердің ішіндегі фотоларыңыз шығады. Мысалы, мына біреуін таңдап көрсетейін. Осыны таңдайсыздар да. Сохранить дегенді басасыздар. Сосын неге? Далее деген батырманы басасыздар. Сіздерге автоматым шығарып берді. Қараңыздар, осы жерде мынау 1:1 болу керек, мынау оригинал 9:16 болу керек размері. Далее дегенді басамыз. Мына жерге основной текст жазсаңыздар болады. Мысалы, акция, тапсырыс беру үшін WhatsApp-қа жазыңыз деген сияқты. Тапсырыс беру үшін осындай основной текст жазып қоясыздар. WhatsApp-қа жазыңыз. Деген сияқты осындай жазып қойсаңыздар болады. Және мына жерден напишите нам дегенде өшіріп тастайсыздар міндетті түрде. Келесі приз к действию деген тұр, иә. Осы жерден мынаны таңдасаңыздар болады.
Бізде отправить сообщение в WhatsApp деп тұр. Егер сіздер подробные, мына жерде отправить запрос деген әртүрлі не бар, заказать деген. Егер сіз бір видео жіберіп, я болмаса фото жіберіп, подробнее батырмасын басып, бізге жазыңыз деп қойсаңыз, онда мына жердегі подробныйын таңдасаңыз болады. Мен осы отправить сообщение в WhatsApp-ты қалдыра беремін. Далее. Готово дегенді басасыздар. Сәл күтеміз, сосын бізде шығады. Астында подтверждение деп тұр, иә? Все изменения сохраненные деп шықты. Қараңыздар, біздің уже видеомыз, фотомыз шықты. Міне, Инстаграмда қалай шығатынын көрсетіп тұрады мына жерде. Мына жерде лентада былайынан болып шығып тұрады, сториста және рилста осындай болып шығып тұрады деп бізде көрсетіп тұр. Достар, мінекей, көрдіңіздер ме? Енді мына жерде шаблон деген бар, иә? Шаблон сообщение деген. Бұл жер не? Бұл жер бізге алдын ала сөз дайындап алсақ болады. Клиенттер қалай келгенін қалайсыз, және автомат ответ қойып қойсаңыз болады автоматически. Ол сіз қолыңыз тимей жатқанда да сіздің атыңыздан кәдімгідей автоматом жауап беріп тұрады. Мысалы, сәлеметсіз бе, тапсырыс бергім келеді. Сәлеметсіз бе, тапсырыс бергім келеді деп клиент сізге осылайынан келгенін қаласаңыз, алдын ала осындай тексттер жазып қойсаңыз болады. Осыны басады да сізге жібереді. Сәлеметсіз бе, мен сізге сәлден кейін жауап беремін, я болмаса тапсырысыңызды жаза беріңіз деп автоматом ответ жазып қойсаңыз болады осы жерге. Сәлеметсіз бе. Осылап жазып қойсаңыздар болады, автоматически баратын болады. Сохранить дегенді басасыздар. Болды, бізде мына шаблонды дұрыстап алдық, иә? Көрдіңіздер ме? Енді бұны қалай жібереміз? Мына опубликовать деген батырманы басасыздар, сол кезде сіздердің рекламаларыңыз уже шығып кетеді. Рекламаларыңыз шығады, осымен болды. Реклама жіберу өте оңай. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар, міндетті түрде алдағы уақытта да тегін құнды ақпараттармен бөлісетін боламын.